Мына артымызда Алып Тайқазан кесенедегі шынайы Тайқазаннан 5 есе үлкен. Түркістан қаласының шығыс қақпасындағы 4 бағыттың қиылысқан тұсында бір керемет орналасқан. Айтпақшы, бұл жерде тек қана Тайқазан тұрған жоқ. Бұны жоғарыдан түсіріп қарайтын болсаңыз, кәдімгі түркі мемлекеттерінің ұйымының туы бейнеленген. Енді біз осындай алып сәулетті жобаны кімдер жасады? Бұндай үлкен еңбектің артында кімдер тұр? Осы жөніндегі сұрақтарға жауап іздедік. Қарап көріңіздер. Түркістан қаласының бас қақпасында бой көтерген Тайқазан Түркістан урбанистика орталығының қызметкерлерінің бірге істеген атсалысымен жүзеге асқан үлкен жобалардың бірі болып табылады. Бұл жоба негізінен қаланың кіребеш жеріндегі айналма жол ұйымдастыру тапсырмасы болып табылады. Қаланың көркін арттыру мақсатында ең басты нышанымыз Тайқазан болғандықтан, осы Тайқазанға сәйкестендіріп, оны барлық жобасының масштабын көтеріп, соларды жүзеге асырдық. Жалпы бұл композицияның биіктігі 10-4 метрді құрайды, ал астындағы постаменттің биіктігі 2-4 метр құрайды. Және Тайқазанның макетінің диаметрі 12 метр қамтиды. Жалпы Тайқазанда жобаның басты негізгі ерекшелігі біздің Түркістан қаласы осы түркі мемлекеттер ұйымының негізгі рухани астанасы болып табылады. Соған сәйкес бізде сол түркі мемлекеттерінің өзінің байрағы, туы бар. Төбесінен қарағанда ай мен жұлдызы бірге көрінетіндей қылып, оны өзіміздің қазақи нақышта ою-өрнектермен көмкеріп, Тайқазанның толық элементтерін жүзеге асырдық. Түркістан урбанистика орталығының ұжымымен бірге күндіз түні жұмыс жасап, жүздеген өзгертулер жасап, соларды жүзеге асырдық. Бізде бұл Тайқазан бойынша бірінші кезекте Өтеген Шадияр ағамыз бас жобалаушы болып осы іске кірісті. Бізде сонымен бірге Біттібай Бұлжас, Адамбек Абылайхан және де Тасбау Ержігіт атты сәулетшілеріміз осы Тайқазан жобасымен көптеп айналысып, оның өзгерту процестері, барлық дизайндық жобаларын бірге жасаған осы біздің ұжым болып табылады. Жалпы Тайқазанның өзінің материалы бізде металл конструкциядан болды. Оның сырты ауқымды диаметр 12 метр болғандықтан, бұны жеңіл әрі әдемі көрініс, жалпы өзінің оригинал түпнұсқадағы көрінісі көріну үшін біз бұны сол стеклопластик материалынан берген болатынбыз. Бізде осы Тайқазан жобасының осыны жүзеге асырған тараздық мүсінші Руслан Алимбек болатын. Ол кісі осы жобаның барлығын бір айдың көлемінде құрастырып, барлық макеттің түп нұсқасын, жалпы Тайқазанның түп нұсқасы 1,60 метр биіктікте болатын болса, оны дәл сол түп нұсқа көшірме ретінде 5 есе көбейтіп, биіктігін 8 метрге сәйкес қылып жасап берді.